Сәлем, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен Мастер KZ каналы. Бүгін мен сіздерге Alibaba.com-нан қалай аккаунт ашуға болады, сол туралы айтып өтетін болам. Ол үшін Alibaba-ға кіреміз. Және мына жерде тұрған мой профиль деген кнопканы басамыз. Және мына жерде войдите деп тұр. Войдите дегенді басамыз. Міне біз жерде шықты. Сіз әртүрлі аккаунтымен кіруіңізге болады. Қаласаңыз Facebookпен, қаласаңыздар электронды поштамен, немесе Googleмен. Google дегенді басамыз. Маған Google ыңғайлы себебі. Бұл жерде мен ашылған аккаунтым бар. Сол аккаунтты басамыз үстін. Сіздерде телефондарыңызда Gmail болады. Сол Gmail арқылы кіріп өтулеріңізге болады. Міне бұл жерде сіздерге айтып тұр, сіздің адресіңіз арқылы сіздің барлық нәрселеріңізді, данныйларыңызды алып отыратын болады. Сіздермен сол тек аккаунт арқылы байланысқа шығатын болады. Разрешить дегенде басасыздар. Міне кішігірім загрузка. Міне көргендеріңіздей бізде уже аккаунтқа кіргізді. Енді настройка бөлімін торлайық. Мына жерге настройка дегенге өтеміз. Отправка деген жерге Қазақстан, өзіміздің елімізді таңдап қоямыз. Себебі біз Қазақстаннанбыз. Қай жерден болсаңыз сол жерді таңдайсыздар. Қазақстан. Валюта. Мен мына жерде Қазақстанның теңгесін көрсетіп тұр. Бұл жерде Қазақстанның валютасын көрсеткенмен ақшаны долларда шешетін болады. Тек сіздерге нақты ақшасын теңгемен көрсететін болады. Өздеріңізге ыңғайлысын таңдасаңыздар болады. Бұл жерде валюталар көп, валюталардың бүкіл мемлекеттің валюталары бар. Соған өзіңізге ыңғайлысы қайсы, соны белгілесеңіздер болады. Язык дегенге ол мен орысшаны қойғам. Тек бұл жерде орыс тілі аз, қазақ тілі жоқ бұл жерде. Тек тілдер аз болғандықтан ең ыңғайлы тіл орыс тілі. Әлбетте ағылшынша түсінсеңіздер, ағылшыншаны қойсаңыздар болады. Және астында бұлар қаласаңыздар пароль ауыстырып, тағы басқа пароль қойсаңыздар болады. Мынау аккаунттың қауіпсіздігі үшін тағы бір нөміріңізді тіркеп, тағы құлтап қоясыз дегені. Ал енді аккаунт не дейді? Адрес доставки дегенге өтсек, Давид новый адрес дегенді енгіземіз. Және контактный лица деген жерге өзіміздің атымызды жазамыз. Тек латын әріптерімен. Сіз сол товарды кімнің атынан жібересіз, соның атын жазғаныңыз дұрыстау. Және мына жерге телефон номерлерін жазасыздар. Адреске сол Қазпошта, тек бұл адрес, бұл заказдардың барлығы тек Қазпоштамен келетін болады. Сол үшін мына жерге сол Қазпошта қай жерде орналасқан, мысалы үшін сіздер Алматы, Астана, басқа жер болатын болуы мүмкін. Өздеріңіз жазасыздар, ауылдар, қалаларыңыздың атын. Менікі Жетісай, мен Жетісай деп жазатын боламын. Жетісай деп жазамын. Жетісай. Және мына жерде сол Жетісай қаласы көшесінің аты қалай, сол көшесінің атын жазамыз. Мысалы үшін Әуезов көшесі. Әуезов. Страна дегенге дәл бағанағындай тоже дәл соны енгізесіздер. Қазақстан деген таңдап аласыздар. Міне Қазақстан. Бұдан кейін тағы біздерге мінеде шықты. Сіздер қай облысқа қарайсыздар, соны белгілесіздер. Бұл карта бұрынғы карта бойынша енгізілген. Бұрын біз Түркістан облысы, оңтүстік Қазақстан облысы солай белгіленген. Қазір олардың бәрі ауысып кеткен. Бірақ мына жерде Түркістан неді? Южный облыс деп тұр. Южный Казахстанский облыс. Яғни біз өзіміз жағымыз енді. Осы жерде міне Жетісай деп тұр. Егер Түркістан қарайтын болсаңыз, Түркістан деп жазсаңыздар болады. Мен Жетісайға қараймын. Мен Жетісай деп жазамын. Және міне бізде белгіленді. Және мына жерге сол Қазпоштаның, сол өзіңіз жіберіп жатқан Қазпоштаның индексін мыналарды адасыңыздар, бірақ мына бөлімде адаспаңыздар. Индекс міндетті түрде мыналар қате болғанымен индекске қарап жібереді. Осы индекске жіберіңіздер деп, мыналар қате болатын болса да, мына арқылы дұрыстап алатын болады. Есіңізден шықпасын. Индекс қате жазбаңыздар. Міндетті түрде міне осыны тек ең керектісі осы. Осыны қатесіз жазыңыздар. 16:00:00. Я, мінекей. Осыны мына птичка қойып тұра берсін. Осы адрес дәл осы адреспен кететін болады. Сохранить деген кнопканы басасыздар, және бұл сохранить болып қалады. Мына жерге номеріміз толық жазбаппыз. Сохранить дегенді басасыздар. Міне сохранить етіп қойды.
тағы басқа да адресте жазамын дейтін болсаңыздар, мына добавить новый адрес дегенді бассаңыздар, тағы жаңа адреске көшіретін болады. Міне достар, біз өзіміздің аккаунтымызға барлық даналарды енгізіп алдық. Енді тек заказ беру қалды. Келесі видеода мен міндетті түрде қалай заказ беруге болады, сол туралы айтып өтетін боламын. Каналға лайк, подписаться басып өтуді ұмытпаңыздар достар. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.